Ассалаумағалейкумдар, қалайсыздар, қалай, жақсылар ма? Сөз келген кезде өзім каналымда видео шығып кетеді, өкінішке орай шаруаларға байланысты шыға қалуы мүмкін. Сондықтан дайын болыңыздар, видеоны көруге асықсаңыздар, лайктарыңызды дейін басыңыздар, подписаться көріңіздер, колокольчик тоже басуға ұмытпаңыздар. Көбісі подписаться етпей қарайды екен, кішкене қорқып қалдым. Енді мен қазір атам аз, өтініші жасам аз. Сондықтан менің каналымда сөз болмаңыздар. Мен айтпақшы, сіздер енді көріп жатсыздар, коронавирус не болып жатқанын. Тез аяқтап кетсін, айтамын. Жақсы болсын, тату болсын, неке келді. Мен ешкімді кінәламаймын. Тез бітсін, аяқталсын деп айтамын. Біз ешкімді өткізіп болса кейін орыс фильміне келетін болсақ, мен шыны білмеймін. Қазақстанға келемін, келмеймін, жағын туршын серияны қайта алмаймын. Кстати, бүгін сіздерге айтып кетейін, жақындарда көретін боламыз. Алай керекті анимациялық фильм көретін боламыз. Бірінші бөлімін көретін боламыз. Өзімнің шағын реакциям болады. Осы толық саламаймын, өкінішке орай. YouTube ондай заты бағаламайды, өкінішке орай. Мен видеомды забыл кетіп салуым мүмкін, сондықтан шағын ғана салатын боламын. Қызықты деген деректер ғана салатын боламыз. Тағы да бір сериал көретін боламыз. Бұл Соколиникова сериалын көретін боламыз. Мен барғанда көргенше сол сериалды керемет сериал, маған да өзіме қатты ұнады. Жаңа жылды көрдім, тамаша сериал, маған өте қатты ұнады. Соколиникова сериалы Кейт Бейш болды, тағы керемет актерлар ойнады. Маған өте қатты ұнады бұл сериал. Сол сериалды бірге көрдім, бірге тамашалап, өзімнің шағында реакцияларым болады, міндетті түрде каналда видеоны салатын боламын. Ал сіздермен бірге қосылатын боламын. Бүгін кешке тағы видеолар болады, өзімнің қорқыстың трейлеріне, финальный трейлер өткізген болыңыздар, көріңіздер, лайктарыңызды біздің басасында. Сіздермен бірге қосылатын. That was brilliant! Let's give it another go. Are you seeing this? I'm usually a bit more covert. This time, this Wednesday, an Avenger arrives on Disney+. There's an Avenger in my home. That's amazing! Hawkeye, only on Disney+.